Бақытқа жетелеген бағдаршам. Гүлнар Болатқызының балалық шағы дүбірлі дүлдүлдердің ізі қалған, жүлделі жүйріктердің жүзі жанған, ежелгі сырдың елі, жырдың елі, киелі қасиетті Қызылорда облысы Қазалы өңірінде өтті. Дана абай келісті кестелегендей, талаптың мінін тұлпардан тас қиялға өрлеген, яғни адам ғұмырындағы осынау беу шіркін алтын шақ жалынды дәурен өзгеше ғой. Сол кездегі қазақ балаларының бойларына тән ұлттық намыс, еңбекқорлық, өмірге деген құлшыныс біздің дәуірімізге де ерекше болды. Міне, осы ұстанымдар Гүлнардың да өмірден өз орнын табуына әсер етті. Мен өз қатарластарыма қарағанда ерте ер жеттім. Білімге ерте ұмтылдым. Себебі үйдің үлкені болғандықтан болар, алдыңғы арба қайда жүрсе, соңғының соны ізінде деген нақыл сөз мені ерте есейтті. Өзімнен кейінгі бауырларыма үлгі болуым қажет екенін ерте ұғындым. Өмір баспалдағынан тек білім ғана алып шығармын. Білім өмір шырағы екенін ұқтым және соған ұмтылдым дейді Гүлнар әпкеміз өз сөзінде. 1973 жылы 22-ші парт съезінде ауылында алғаш рет мектептің табалдырығын аттады. Оның тұлға ретінде қалыптасуына мектептегі ұстаздардың да сіңірген еңбегі зор еді. Олардың білімнен басқа әдеп, тәрбие, мәдениетті үйретуі жақсы адамзат болып қалыптасуына мол әсер етті. Мектепте жүргенде сабақтан қолы бос кезде ауылдағы кітапханадан шықпай, жас кезінен кітап құмар болып өсті. Дүниенің таңғажайып тұңғиық құбылыс сырларын білсем, көрсем, оқысам, тоқысам деген ұшқыр түйсік сезімтал көңіл қиялмен алға сүйреді, арманға жетеледі. Білімдарлардың, ойшылдардың еңбектеріне қызықты. Қазақ зиялыларының көзқарастары білім, ғылым және рухани құндылықтарды байлықтан жоғары қоюы санаға ой салды. Өмір айшықтарын, болашағын біліммен ұштастыру осы еңбектер арқылы берілді дейді ол. Кейін кандидаттық диссертация тақырыбын таңдауын қазақ зиялылардың еңбектері де әсер етті. Инемен құдық қазғандай білім саласына да әр адам өзінің табиғи мінезі, бітім болмысымен келіп кіргеді. Білім жолында осы қасиет ерекшеленіп тұруы қажет. Шындығында талай ақын жазушылар, ғалымдар шыққан, сыр елінің түлегі болғаннан ба, әлде жас кезінен әдебиетке құмарлығы ма, әлде Қазалы өңіріне аты мәлім Төлеш ақынның шөбересі болғандығынан болар, әйтеуір мамандық таңдауда журналистикаға бет бұрды. Ал ол мамандық білімнің қара шаңырағы Қазақ мемлекеттік университетінде, қазіргі Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті болды. Бала арманы орындалып, 1989 жылы білімнің алып шаңырағы Киров атындағы Казмуге оқуға түсті. Бұл арманы ұзақ жылдардан соң ғана орындалды. Оған себеп те болды. Ол кезде Казгуге оқуға түсу қиынның қиыны, конкурс өте жоғары болатын. Сабақты жақсы оқығанмен ауылдан шыққан балада қорқыныш басым. Түсем бе екен деген ой мазалады. Тығырықтан шығу жолын сол кездегі Пионер журналының редакторы ақиық ақын Фариза Оңғарсынова апайы көрсетті. Ол кездерде өлеңдерім, жазбаларым сол журналға шығып тұратын. Ақыл сұраған апайы бірінші училищені қызыл дипломмен бітіріп, конкурссыз Казгуге түсуге болады деп жол сілтеді. Педагогикалық училищеге түсу үшін бірінші музыкалық деңгейін тексеруден сынақ болады екен. Туғалы әу деп ән салып көрмеген қыз, мыңға жуық үміткерлер қатысқан сынақтан өте алмады. Оқимын деп алдына талап қойған Гүлнар үшін бұл күтпеген оқиға болды. Оқудан құлағанын білгенде еңірегі етегі жасқа толды. Қатты жылағаннан талып қалды. Сол мезетте қасындағы қыздар қорыққаннан жедел жәрдем шақырыпты. Келген медбике жағдайды көріп, оқуға түспей үйге қайтпаймын десең, ертең медициналық училищеге құжат тапсырудың соңғы күні, барда тапсыр деп ақыл айтты. Осы сөздерден соң ол өмірге қайта келгендей болды. Таң атысымен құжаттарын алып жүгіріп медучилищеге барды. Барса алдыда адам толы. Ол кезде құжат кешкі 5-ке дейін ғана қабылданатын. Соңғы күн, үлгерсең тапсырдың,
болмаса жоқ. Адамдарды итермелеп алға жылжуға ұмтылды. Болар емес жан таласқан жастар. Бәрі де құжаттарын өткізуге ынтық. Әйтеуір итермелеп есікке жақындағанда түскі үзіліс болғанын хабарлап бір апа шықты есіктен. Гүлнар да жан таласып, жаным апатайым, үйден жуып берейінші, сіз сияқты менің де шешем бар, басқа ешкімім жоқ. Апатай, түсініңізші деп жалынып жүгіріп ішке кірді. Апасы да аяды ма, үндемеді. Кіре сала шелекпен еден жуатын таяқты алып іске кірісті. Үзілістен кейін апасы оны қабылдау комиссиясына әкеліп, менің қызым, құжатын алыңдар деп тапсырды. Кемпір шалдың тәрбиесінде өскендігінің пайдасы тиді осында. Себебі ес білгелі әжесін, яғни әкесінің шешесін мама деп өсті. Ол кісі өте мейірбан, таза, имандылығы мол адам еді. Сонымен Қызылорда медицина училищесіне фармацевт мамандығына оқуға түсті. Оқуды бітірген соң жолдамамен еңбек жолын сол кездегі Торғай облысы Арқалық ауданы нөмірі 33-ші аптека меңгерушісі қызметінен бастады. Бірақ қызметте жүрсе де арманы журналист болу еді. Сол жақта жүріп Қарағанды мемлекеттік университетінің филология факультетінің сырттай бөліміне құжат тапсырды. Бірақ соңғы емтиханға үлгере алмады. Себебі жұмыстан шыға алмай, самолетке кешігіп, кеш барды. Жолы болмағанына қатты өкінді. 1988 жылы туған жерге оралып, сол кездегі Ленин туы қазіргі Қазыналы Қазалы газетіне қызметке орналасты. Бір жылдан соң армандаған Казгуіне барып, журналистика мамандығына оқуға түсіп, Арман қала Алматыда Ақбосаға газетінде корреспондент тілші қызметіне қабылданып, еңбек жолын жалғастырды. Армандаған қызмет қызықты да сан қырлы мамандық иесі атану Гүлнар үшін үлкен бақыт еді. Алайда бұл бақытты кезең 90-шы жылдарға тұспа-тұс келді. Елдегі жағдай, жоқшылық, тамақ тауып жеудің мұң қиын кезеңі. Өзімнен кейінгі іні сіңілері де мектепті бірінен соң бірі бітіре бастады. Олар да Алматыға келуге асық. Көп ойланып, соларды оқуға түсіріп, қастарында болу үшін Гүлнар Болатқызы Казгудың экономикалық теория кафедрасына лаборант болып орналасты. Әкесі Болат Нұраденұлынан өрбіген бір ұл, 6 қыздың 5-еуі Казмудың түлегі. Келіндері Ботагөз де осы университетте білім алған. Кафедра экономика ғылымдарының Қазақстандық мектебін қалыптастырушы білікті ұстаздардан құралған республикаға беделді кафедралардың бірі еді. Кафедраны ұзақ жылдар экономика ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстан Республикасының ұлттық ғылымдар академиясының академигі Әубәкіров басқарды. Қазақстанның жоғарғы оқу орындары мен ғылыми зерттеу орталықтары және Орта Азия аймақтары үшін саяси экономикадан мамандар осы кафедра арқылы дайындалды. Келешекте мемлекетіміз бүкіл әлемдік бәсекелестікке төтеп беруі үшін адам капиталына аса зор көңіл бөледі деп түсінді. Осыдан болар Гүлнар экономикалық білімін жетілдіріп, оқытушы болуды армандай бастады. Іздеген жетер мұратқа дегендей, күрделі де күрмеулі экономика саласына қызығушылығы оны 2001 жылы Казудың 080001 экономикалық теория бойынша аспирантураға түсуге жетеледі. 2004 жылы академик Әубәкіровтың жетекшілігімен Қазақстанда экономикалық ой-пікірдің даму заңдылықтары тақырыбында кандидаттық диссертация қорғап, экономика ғылымының кандидаты атағын алды. Аспирантурада оқып жүріп, оқытушы ретінде сабақ бере бастады. Қызығынан қиындығы басым түсіп жататын оқытушылық қызметтің өрісін кеңейтіп, сапасын жақсартып, бәсекелестікке қабілетті маман болу басты ұстанымы болды. 2010 жылы Ильяс Жансүгіров атындағы Жетісу университетінің ректоры Бектұрғановтың шақыртуымен экономика кафедрасының меңгерушісі қызметіне орналасты. 16 жыл бойы басқарып келе жатқан ұжым жылдан жылға толымды табыстарға жетелеп келеді. Кафедрада білім берудің жаңа технологиялық үрдістерін меңгеру, жастарды тәрбиелеуді, ұлттық озық дәстүрлермен ұштастыру мен үйлестіру мәселесі жақсы жолға қойылған. Еліміздегі білім беру ғылым жүйесінің жаңартудың қазіргі заманғы кезеңі әрбір адамның сапалы білімге қол жетімділігін, жаңа кәсіби дағдыларын алу, зерттеу және шығармашылық құзыреттілікті дамыту мүмкіндігін көздейді. Осы міндеттер мен мүмкіндіктерді жүзеге асыруда кафедра ұжымы да өз кәсіби міндеттерін үлкен жауапкершілікпен атқаруда.
2023 жылдың қыркүйегінен бастап қазіргі уақытқа дейін экономика және сервис кафедрасының меңгерушісі лауазымында жұмыс атқарады. Жалпы еңбек өтілі 42 жыл. Оның ішінде ғылыми педагогикалық еңбек өтілі 25 жыл. 2018 жылғы сәуірден бастап қазіргі уақытқа дейін Қазақстан Республикасы ғылым және жоғарғы білім министрлігінің Болон процесі және академиялық ұтқырлық орталығы сарапшысы. 2015 жылы Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігінің жоғары оқу орындарының үздік оқытушысы 2015 мемлекеттік грантының иегері. Біліктілігін арттыру мақсатында атап айтсақ халықаралық менеджмент және технологиялық академиясында Германия, Дюссельдорф, Евроодақтың академиялық ұтқырлық және халықаралық ынтымақтастық академиясында Прага, Чехия Республикасы және тағы басқа әлемнің жетекші университеттерінде халықаралық семинарлар мен тренингтерге қатысып ғылыми тағылымдамадан өткен. Ғылыми зерттеу бағыты бүгінгі жаһандану жағдайында қатаң бәсекелестік күреске төтеп беру үшін бәсекеге қабілетті экономиканы қалыптастырып, оны модернизациялау және әр тараптандыру тақырыбында арналды. Ғылыми еңбектерінің жалпы саны 177. Оның ішінде көптеген халықаралық ғылыми практикалық конференцияларға қатысқан. 3 монография, 11 оқу құралының авторы. Жетекші оқу орындарында жұмыс істей жүріп, өзінің ғылыми мектебін қалыптастырды. Бүгінгі күні оның ғылыми жетекшілігімен 4 докторант экономика, маркетинг мамандығы бойынша докторлық диссертациялар орындалуда. Осы уақытқа дейін 100-ге жуық магистранттарға ғылыми жетекшілік жасады. Гүлнар Төлешова Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігінің ғылымды дамытуға қосқан үлесі үшін төс белгісімен жоғарғы оқу орындарының үздік оқытушысы 2015 атағын иеленіп, көптеген алғыс хаттар мен құрметтеу грамоталарымен марапатталған. Тұрар Рысқұлов атындағы КЗУ-дің қарамағындағы әлеуметтік және гуманитарлық ғылымдар бойынша республикалық оқу әдістемелік кеңесінің мүшесі. Төлешованың жетекшілік етумен орындалған студенттердің ғылыми жұмыстары жылда жүлделі орындарды иеленіп жүр. Адамның адамға жасаған жақсылығы, таза адал ниетімен жүректерге салған ізі, қалдырған игі істері, мейірімі мен қамқорлығы мінезге байланысты. Мінезі сұлу жан, өз ортасында көрікті. Гүлнар Болатқызы да өз ортасында зор беделге ие, мінезге бай жан. Жолдасы Оқас Қайықұлы Жетісу өңіріне танымал жан. Ол да экономика саласының маманы, нархоздың түлегі. Экономика және сервис кафедрасының меңгерушісі, экономика ғылымдарының кандидаты Гүлнар Болатқызы Төлешова үстіміздегі жылдың осы сәуір айында 60 жылдық мерейлі жасқа келді. 60-тың асуынан асып, абырой биіктен көріне беріңіз. Елге етер еңбегіңіз, келер ұрпаққа берер тәліміңіз алдағы уақытта жалғасын табады деп сенім білдіреміз. Өзіңізге және отбасыңызға зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, ырыс пен ынтымақ, бақыт пен береке тілейміз. Шығар шыңдарыңыз әрқашан биік болғай.